алмалы төкпелі заманда сіз сияқты Құдайды таныған адамдарға күнәһар болу жараспайтын болып тұр қазір. Күнәһар болу бізге жараспайтын болып тұр. Күнәдан тоқтау керек болып тұр бізге қазір. Бізге барынша күнәдан алыстау керек болып тұр. Барынша сауапқа құштар болып, иманға, исламға қызмет жасау керек болып тұр. Сен үйіңде күнә жасап жүргенде, көшеде күнә жасап, боғауызданып, боқтап, ұрлап, арбап жүрген кезде, мына жақта қаншама адамдарды біз дінге тарта алмай, руханияттан махрұм қалдырып жатырмыз. А сен болсаң иман келтірген пенде сен жүрсің. Күнәға белшеңнен батып. Шәкәрім атамыз айтады, өлімнің хақ екенін білсең де, өлместей омыраулап жатасың. Тозақтың барын біліп жүрсең де, күнәға әлің келсе батасың. Сауап көп қой ғибадатта десіңдер. Бәрін білесіңдер сауаптың қандай көп екен тахаджуд намазында. Сауап көп қой ғибадатта десең де, жалғып жалқауланып жатасың. Алланың адал ризығын жесең де, арамды далаға іздеп, әдейі іздеп татасың. Сыртыңды сыланасың өң беріп, қазір киімдердің мықтысын киіп алғанбыз. Ішіңнің түзетпейсің ғой, бірақ қатасың. Айламен алдағанды жөн көріп, адамды аң орнына атасың. Алланың ақ өлімі келгенде, бірақ есіңде болсын, амалсыз қара тастай қатасың да қаласың. Бұл өмір бітеді. Бірақ сенің керегің, қаларың, аларың, жинарың бұл тақуалықтан басқа ештеңе емес. Құранда оны Алла Тағала айтады. Ватазауаду. Негізі зияда деген нәрсе, мынау арттыруға келген кезде Алла Тағала бірақ нәрсені арттырыш деген. Білімді арттырыш, Рабби зидни айлман. Білімімді арттырыш деген. Бірақ басқа да арттыруға тұратын нәрселерді айтқан кезде Алла Тағала айтады. Ватазауаду. Фаинна хайра зади тақуа. Қамданыңдар, жинап алыңдар, жинап алыңдар. Не нәрсе жинайық? Фаинна хайра зади тақуа. Жинаудың ең жинауға тұрарлық нәрсе бұл тақуалық деп. Құранның басқа бір аятында инна акрамакум индаллахи атқакум. Сендердің Алланың алдында ең құрметтілерің. Құрметті болғың келе ма Құдайдың алдында? Мына дүниеде де, ахиретте де құрметтілердің қатарында тірілгің келе ма? Әлде бұзақылардың, сотқарлардың алдында тірілгің келе ма? Онда тақуалардың алдында, жақсылардың алдында тірілгің келсе, онда ең құрметтілерің бұлардың тақуаларың деді. Тақуалық деген жаңағы айттық. Екі ортаға сауаптарды көбейтіп қойып салды. Жақсы Алланың айтқанын істеп, тыйғандарын тыйылуың, міне тақуалық.